Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тауда түнедік. Жаңа тақырып бойынша жаңа сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Өрлеу, көтерілу, тік, мұздық, қарлы, асқар, тілдескен, түнеу, етегінде, тұнып тұр, шіркін. Тыңдалым оқылым тапсырмасы. 4-ші тапсырма. Тыңда, мәтінді оқы, қою әріппен берілген сөздердің мағынасын сөздіктен қара. Біз Алакөлдегі Еспенбет сайына бардық. Сайды өрлеп, жоғарыға көтерілік. Айнала қалың шыршалы биік таулар, тік жартастар мен мұздықтар. Ауа тап-таза, салқын самал жел соғып тұр. Алыстан Жетісу Алатауының қарлы шыңдары көрінеді. Асқар таулы мұздықтар аспанмен тілдескендей. Күн қызарып көтеріліп, айналаға нұр шашады. Айнала көк майса қалың шөп. Таудың етегінде жабайы алма мен жидек тұнып тұр. Ертегідегідей ғажайып көрініс. Біз тауда қызғалдақ тердік, доп ойнадық. Кешке қарай алау жағып тамақ пісірдік. Шіркін, далада тамақтың дәмі де ерекше екен. Шатыр құрдық. Тауда 2 күн түнедік. Маған тауда түнеген керемет ұнады. Сен тауда түнеп көрдің бе? Дескриптор. Мәтінді оқиды, қою әріппен берілген сөздердің мағынасын анықтайды. Жазылым тапсырмасы. 5-ші тапсырма. Сөйлемдердің жалғасын тап, дәптерге жаз. Сайды өрлеп, Жетісу Алатауының, асқар таулы мұздықтар, таудың етегінде. Сөйлемдердің жалғасы. Қарлы шыңдары көрінеді, жоғары көтерілдік, алма тұнып тұр, аспанмен тілдескен. Дескриптор сөйлемдердің жалғасын табады, орфографиялық ережелерге сай жазады. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар, оқушылар.